Бұл күнді, бұл мейрамды Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылған кезде ойлап табылған. Қазақстанға келген басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс айту күні. Яғни олар қуғын-сүргін кезінде, репрессияда, аштықта көшіп келген кезде қазақтар жерімен, үйімен, нанымен бөлісіп, соларды күтіп, қарап, бағып қалған үшін алғыс айту күні деп белгіленген болатын. Бірақ оны басқа ұлттардың алғыс айтып жатқанын байқамаймыз. Қазақтар өздері басқа ұлттарға рахмет айтып, мәз болып өздері тойлап жатады, қазақтар өздері. Одан кейін кеше естігенім, мектептерде бір концерт анау-мынаулар қойған екен. Сонда қазақ мұғалімдер басқа ұлттың киімдерін киіп алып, қазақ халқына рахмет айтып жатыр. Сондай показухалар жасайды. Әсілі өздері, сол ұлт өкілдері өз жүректен, ішінен шығып алғыс айтса бір жөн ғой. Оның барлығы бізде показуха. Тек өкімет, билік біздің тату-тәтті өмір сүріп жатыр дегенді көрсету үшін. Бірақ ішімізде сепаратистер көп. Ресейге қосылып кетіп, Ресей жаулап алса екен деп отырғандар бар. Тіліңді де, дініңді де менсінбейтін. Сол үшін ондай мейрамды тойлаудың да керек жоқ, атап өтудің де керек жоқ. Өздері егер ішінен, жүрегінен шығып алғыс айтам десе бір жөн.